18 градус аяз. Таңертеңде бір түсіп еді. Таңертеңде 5 минут түсіп еді, оған жаңағы шықпай қалды. Жіберуге келмей қалды. Енді мына орыс көршілеріміз күн жылда түсті ғой. 18-19-ында. Бұрын 18-19-ында түсіп еді. Соған неге түсесіңдер 18-19-ында? Орыс түнгінде қазаққа жағасыңдар. Қазақты күншілігі көре алмаймын. Ал осының басынан армиян бір болмаса бір Американ болса, ой керім деп. Ал бізді көре алмайды. Денсаулығы өзімдікі ауырса мен ауырам. Ол қазақ неге сөйтіп көре алмайды да қайран қалам кейде. Ал енді мына кештеу сағат қазір 5-тен кетіп баратыр. Күн аязда бірақ сонда да көрсетейін. Деп жатқан ойым бар. Қазақтың әрбір жігіті салқын суға да, боранға да шыдамды болу керек. Сонда қазақ елі мықты болады деп есептеймін. Ал қыста салқын суға түскен пайдалы. Адам терең жақсы болады. Қалыпты қан айналысы болады. Сау ең бірінші төзімдік болады. Қыста қалың киім кимейді. Жеңілдеу жүреді. Соның өзі қазаққа экономика жоқ деп пайдалы деп айтамын. Оның әлі әзілмен. Мен мана 4 метр жүрмін. Қазір қаншаға шыдайтын білмеймін. Қар да жоқ қазір, су да жоқ. Бәрі тапшы болып баратыр ғой күннің. Қазақ елі аман болсын. Биыл жастар жылы деп жатырмыз ғой. Жастар жылы жақсы болсын деген. Жастардың денсаулығы мықты, жалпы қазақ елінің денсаулығы мықты болсын. Ал аман сау болыңдар.